Кім кімнен қорқады? Бір күні түн ортасында бәрі ұйықтап жатқанда інінен бір егеуқұйрық шығыпты. Ол кішкентай көздерімен жан жағына қараса да, бірақ ештеңе көрмепті. Сосын ол ұзын құйрығымен жерді тарс еткізіп ұрып, құлақ түре тыңдаса да, бірақ сол қалпы жауап естімепті. Айналада тыныштық. Егеуқұйрық тынышталып, басын биік көтерді. Сосын алға жүріп, бір әуен айтып келе жатыпты. Эхей, мен ең күштімін. Кім маған тиіссе, қатты өкінеді, деп әндетіп келе жатқанында, оның соңынан мысық қуып келіп, секіріп түсіпті. Егеуқұйрық қатты қорқып, қаша жөнеледі. Шұбар мысық егеуқұйрықты қуып жіберіпті. Ол тілімен табандарын жалай, жуынғандай болды. Сосын басын жоғары көтеріп, мақтана: «Мяу-мяу, ең батыр шұбар мысық, кім маған тиіссе, ұстап алып жібермеймін», деген еді. Гав-гав, сары иттің үрген дауысы мысықты қорқытып жібереді. Мысық әндетуді доғара, тынысын ішіне тартып, жасырын жерге тығылды. Осылайша үлкен сары ит шұбар мысықты қуып жібергеніне өте риза болып, құлақтарын сілкіп, біраз отырып демалды. Сосын созылып, мақтана әрі қарай жүрді. Ол да жолай әндетіп: «Гав-вав-вау, мен ең күштімін. Кім маған тиіссе, тістеп аламын». Орманға кіре бергенінде, оның алдынан үлкен сұр қасқыр жүгіріп шығыпты. Сары ит қатты қорқып, құйрығын артқы екі аяғының арасына қысып, қашып кетті. Сұр қасқыр да өзінше мақтанып, ұзын тілін шығарып, ернін жаланып, ол да алға қарай жүре. Сосын ұлый: «Ау, кім маған тиіссе өледі», деп әндетіпті. Ол тауға қарай беттей, кенет жел соққанын сезіпті. Басын көтерсе, қарсы алдында қорқынышты жолбарысты көрді. Қасқыр қатты қорқып, қаша жөнелді. Бұл жолы жолбарыс та өзін мақтан тұтып, алдыңғы табандарын үлкен тасқа қойып, жай созылып, таудан төмен түсіп, қорқынышты ырылдап келе жатты. «Ар, ар, жануарлар патшасы жолбарыс, кім маған бағынбаса, оны жеп қоямын». Айналасына мән бермей, жолбарыс еркін жүріп келе жатты. Кенет қатты қабырғаға соғылып, арқасынан ауыр соққы тигенін сезеді. Ол ашуланып, көзін кең ашып қараса, піл екен. О, бұл үлкен піл. Ұзын арқандай тұмсығы көзіне түсті. Жолбарыс: «Мына үлкен дәу менен күшті екен. Оған тимегенім дұрыс», депті де тыныш қашып кетіпті. Көрдіңіз бе? Піл де өзінше мақтанып, үлкен құлақтарымен басын шайқап, тұмсығын көтеріп, бірдеңелер айтып, әндетіп келе жатты. «Ху-ху, мен ең күштімін. Кім маған бағынбаса», деген сәтте ол сөйлей алмай қалды. Өйткені алдынан егеуқұйрық шыққан еді. Егеуқұйрық оған жүгіріп келгенінде, піл қатты қорқып кетті. Себебі егеуқұйрық құлағына кіріп кетеді деп қорқатын. Сол себептен ол тез қашып кетті. Піл егеуқұйрықтан қорқады, егеуқұйрық мысықтан қорқады, мысық иттен қорқады, ит қасқырдан қорқады, қасқыр жолбарыстан қорқады, жолбарыс пілден қорқады, піл егеуқұйрықтан қорқады, ал егеуқұйрық қорқады. Енді айтыңыздаршы, кім кімнен қорқады?